Сәлем достар, мен сіздерге бастау бизнеске сертификат алғанға тағы бір өзгеріс пайда болыпты. Сол өзгерісті көрсетейін деп отырмын. Қазір бір адамды тіркейін деп отырмын. Қараңыздар, сіздер еңбек скиллсқа кіргеннен кейін жаңағы еңбек кезетке тіркелесіздер ғой. Еңбек бизнесті басасыздар дедім, иә мен. Сол жерде бастау бизнес деген батырманы басамыз. Осы жерден ең соңына барсақ, перейти деген тұр. Пройдите проверку на соответствие деп тұр. Осы жерден басқаннан кейін почта мен телефон жазу керек екен. Осындай изменения болды. Ол үшін біз өзіміздің электронный почта бар ғой, жаңа басында тіркеген. Сол почтаның копировать етіп, мына жерге вставить дейміз. Және де телефон номерін қоямыз. Телефон номері 602-0915. 602-0915. Нетіне кіріп алдық біз. 777 екен. Одан кейін барып проверка статуса дейміз. Мына жерде нағып қойылмай қалды. Қойылмай қалды. Мына жерде сохранить дейміз. SMS келеді қазір. Код келді. Окейді басамыз. Болды, енді проверка статуса. Біз статустан өтеміз ба? Көреміз. Біз статустан өтеміз. Проверка статуса. Мына жерге галочка қоямыз. Проверить. Мыналардың ішінде біз өтеміз ба? Бұл келіншек айыс балады. Лицо занятого личным осыны. Подсобном хозяйстве с доходами ниже величины прожиточного минимума. Неоплачиваемый работник деп қояйық. Мынанда қойсақ болады, бірақ осыны қояйық. Подписать. Яғни әрсамен қол қоямыз. Енді қараңыздар. Ожидается проверка. Номер 3-те тұр. Қазір уақыт алып жатыр. Күтеміз. Бізде результат шықты. Барлығы дұрыс деді. Енді біз курсқа жазыламыз. Астында записаться на курс деп тұр. Соны басамыз. Қазақша. Қазақшаны тереміз. Мына жерден біз қандай образованиясы бар екенін белгілейміз. Болды, белгіледік. Сохранить дейміз астында. Вы успешно записаны на бастау бизнес деп тұр. Көрдіңіздер ма? Мінекей, біз тестке кірдік. Модуль шықты. Осы 12 модульден өтіп сертификат аламыз. Ол үшін, мысалы, бірінші кәсіпкердің бизнес ойлау негіздері. Осылай кіріп, мына видеоларды қарап, содан кейін сабақты аяқтап келесіге өтіңіз дейді. Осы сабақты аяқтаймыз. Содан кейін мына сабақ, екінші сабақ. Сабақты аяқтаймыз, мысалы. Көреміз, аяқтаймыз. Солай әрқайсысын мұқият көріп, сақтап аламыз. 4-ші сабақ, қазір бізге тест келеді уже. Бізге тест келді. Бастау жобасының мақсаты. Осыларды белгілейміз. Сөйтіп 12 модульден өтеміз. Ең соңында біз барлығына өткеннен кейін уже сертификат аламыз. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ең соңында жаңа өзгергені телефон